Сіздер ме, білім алушылар? 8-ші сыныпқа арналған қазақ әдебиетінің 4-ші сабағы. 2-ші бөлім көркем әдебиет және эпикалық сарын. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Мұрат Мөңкеұлының Үшқиян толғауындағы құндылықтар. Сабақта жүзеге асырылатын оқу мақсаты: автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының тілдік көрінісін талдау, шығармадан алған үзінділерді қайта өңдеп креативті жазу. Оқу мақсатына сай құрылған бағалау критерийлері: автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының тілдік көрінісін талдайды, шығармадан алған үзінділерді қайта өңдеп креативті жазады. Білім алушылар, жаңа сабақты меңгеруге қатысты мәліметпен танысайық. Мұрат Мөңкеұлы 19 ғасырдың екінші жартысында өмір сүрген ақын. Қазақ әдебиеті тарихындағы айтулы ақындардың бірі. Зар заман ақындарының ішіндегі аса белді өкілі. Ол ел тарихын әсерлі де мәнді шығармаға айналдырып, көпке насихаттап өткен. Ақын елінің тәуелсіздігін аңсап, бодандыққа қарсы жыр толғады. Ата қонысының талауға түскеніне налыған ақын өзі туып өскен даланың кешегі күнін сағынышпен еске алады. Ақынның шоқтығы биік толғауы Үшқиян. Бұнда ақын ескі дәстүрдің шайқалғанын, адамдар ниетінің бұзылғандығын сөз етеді. Құнарлы қоныстарды тартып алған отарлау нәтижесінде тұрмысы нашарлап, тығырыққа тірелген ел тағдыры ақынды тебірентпей қоймайды. Еділді тартып алғаны, етекке қолды салғаны, жайықты тартып алғаны, жағаға қолды салғаны, ойылды тартып алғаны, ойдағысы болғаны деген өлең жолдары ақынның отаншылдық рухына дәлел болады. Мұрат елдік ерлік жайын ұдайы назарда ұстаған, аса шығармашылық ауқымы кең мықты тұлға. Үшқиян толғауындағы басты нәрсе құтты қоныс жайлы, жер мәселесі жайлы. Ақын қазақ жерін отарлаушыларды батыл әшкерелеп, озбыр саясатқа қаймықпай қарсы тұрды. Балалар, бүгінгі оқу мақсатына сай берілген тапсырмаларды орындап көрейік. Сіздердің назарларыңызға бірінші тапсырманы ұсынамын. Ақынның Үшқиян толғауы бойынша тұжырымның ақиқат, жалған екенін анықтаңыз. Жауабыңызды шындық, жалған деп белгілеңіз. Бірінші тұжырым: Мұрат ақын өз халқының тағдырына алаңдаған, өзінің ел жұртын сүйген. Екінші тұжырым: ақын толғауында сөз болған Үшқиян туған жер ұғымымен байланысты. Үшінші тұжырым: Мұрат ақынның Үшқиян толғауы 20 ғасырдағы қазақ басына түскен зұлмат туралы. Төртінші тұжырым: толғауда еліміздің тәуелсіздікке қол жеткізгендігі, ұлттық салт дәстүріміздің қайта оралғандығы туралы айтылады. Тапсырманың дескрипторы тұжырымның шындық екенін анықтайды, тұжырымның жалған екенін анықтайды. Балалар, жұмысымызды тексеріп көрейік. Бірінші тұжырым шындық, екінші тұжырым шындық, үшінші тұжырым жалған, төртінші тұжырым жалған. Сіздердің бұл тапсырманы сәтті орындағандарыңызға сенімдімін. Жарайсыңдар. Оқу мақсатына сай берілген екінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Кейіпкерлерге тән үндестікті кейіпкерлер бейнесімен суреттеуде автор қолданған тілдік құралдармен сәйкестендіріңіз. Сіздердің назарларыңызға кесте берілген. Кестенің сол жағында шығармадан үзінділер алынған, оң жағында сол үзіндіге сәйкес келетін нұсқалар берілген. Сіздер нұсқалардың ішінен дұрыс нұсқасын таңдап, ортаңғы ашық бөлікке жазыңыздар. Тапсырманың дескрипторы: кейіпкерлерге тән үндестікті кейіпкерлер бейнесімен суреттеуде автор қолданған тілдік құралдармен сәйкестендіреді. Сәттілік. Жақсы балалар, енді тапсырмамызды тексеріп көрейік. Әрине, дұрыс айтасыздар. Бірінші үзінді В нұсқасы Ресей отаршылдарының бейнесі бейнеленген.
Автор қолданған тілдік құрал теңеу, перефраз. Екінші үзіндіде қазақ халқының бейнесі бейнеленген. Нұсқасы автор қолданған тілдік құрал перефраз. Жақсы балалар, оқу мақсатына сай берілген келесі үшінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Ақынның толғауда адыра қалғыр, жеті жұрт кетіп білген жүр, құтсыз қоныс деген сөз тіркестерін қолдану себебі неде деп ойлайсыз? Пікіріңізді Повс формуласы арқылы білдіріңіз. Берілген төрт сөйлемді қолдана отырып, өз көзқарастарыңызды білдіресіздер. Дескриптор сөз тіркестерінің қолданылу себебін талдайды, пікірін Повс формуласын қолданып жазады. Білім алушылар, естеріңізге салайын, бұл тапсырма дербес пікірді қажет етеді. Сондықтан толғаудың мазмұнын қаншалықты түсінгенімізді өз сөздерімізбен жазамыз. Оқу мақсатына сай берілген келесі төртінші тапсырма. Мұрат ақын аңсаған тәуелсіздікке бүгін біз қол жеткіздік. Ақын заманында талауға түскен жеріміз өзімізге қайтарылды. Толғауда көтерілген мәселелерді бүгінгі күнмен байланыстырып, өз көзқарасыңызды креативті түрде білдіріп, ақынға хат жазыңыз. Рафт әдісін қолданыңыз. Сіздерге кесте берілген. Рөл: сіздер 21 ғасыр ұрпағы. Аудиторияларыңыз: Мұрат ақынға арнайсыздар. Жұмыс түрлеріңіз: хат түрінде жазасыздар. Қандай мәселені қозғайсыздар? Қандай тақырыпта сөз қозғалады? Бүгінгі заман бейнесі қандай? Дескриптор: толғауда көтерілген мәселелерді бүгінгі күнмен байланыстырады, өз көзқарасын креативті түрде білдіреді. Ақынға хат жазады, рафт әдісін қолданады. Сәттілік балалар. Өте тамаша, жақсы балалар. Енді бүгінгі сабағымызды түйіндейік. Мұрат Мөңкеұлының өзіндік ерекшелігі заманның бұзылу себептеріне терең үңіледі. Қоғамдағы келеңсіз құбылыстардың бәрі адамның өз қолымен жасалып жатқан кесапат екендігін ашық айтады. Ел тақырыбы ақын шығармаларында өзек болып өріліп отырады. Кезінде мың-мыңнан жылқы, жүз-жүзден нар, ақтылы қойын айдаған жердің, шалқыған дәулеттің бүгінгі күні басқаның қолында кетуін ашына айтады. Ақын толғауында рухани құндылықтар, адамгершіліктің жоғалғанын, ағайынның, туған туыстың жік болып араздасуын, қайырымдылық, шапағаттың, қанағатшылдықтың азайғандығын, алдау, арбау сияқты жаман мінездің көбейгендігін алға тартады. Балалар, бүгінгі оқу мақсатына сай берілген тапсырмаларды орындағанымызға кері байланыс жасайық. Назарларыңызға ұсынылған сөйлемдерді қолдана отырып, бүгінгі сабаққа кері байланыс жасап, өз-өздеріңізді бағалаңыздар. Бүгін не білдіңіз? Қандай тапсырмаларды орындадыңыз? Сіз үшін не қиын болды, не оңай болды? Алдағы уақытта қандай бойыңызда дағдыларды жетілдіруіңіз керек? Сол туралы айтыңыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.